Сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгінгі тақырыпты бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, достар. Тақырыптағы Заңғар Нұртас ажырасып кеткен бе? Заңғар мен оның жары Жібек арадағы қарым-қатынас желіде қызу талқыланып жатыр. Желіде әр қадам аңдып жүретін оқырмандар продюсердің ұлы мен келін ажырасып кеткен деп болжауда. Себебі, соңғы уақытта жас жұбайлар уақыттарын бірге емес, екі бөлек өткізіп жүр. Мәселен, 2 күн бұрын Заңғар Гонконгқа жалғыз өзі сапар шеккен. Оның үстіне ол әйелінен түскен барлық суреттерін Instagram парақшасынан өшіріп тастаған. Дәл сондай әрекетті Жібек те жасаған. Продюсердің келіні мен Жібек осыдан бірнеше күн бұрын әлеуметтік желіде ерекше видео жүктеді. Онда Жібек жалғыз өзі жүгіріп бара жатыр. Видеоны көрген желі оқырмандар екеуінің ажырасып кеткен деп сенімді айтып жатыр. Бұның әлі де ешкім толықтай нақты жауабын айтқан жоқ, әлі белгісіз. Оқырмандар әртүрлі пікір жазуда. Біреуі бұл хайп десе, екінші шаруамыз қанша, одан ары ажырасса ажырассын, ақшасы көп, басқа біреуге үйленіп кетеді. Біз сияқты қарапайым халық емес қой, олар ақшалары көп, не істерін білмей жүр дейді. Екінші біреу, тойлар бітті, күнделікті өмірі ақыма түсті, просмотр азайды, оларға реклама жасау керек, гиф ойнату керек, қаралым керек. Қазақ шіркін сондай өсекке құмар адамбыз. Оларға идея керек, сол үшін бұл нәрсе өтірік деп жазуда. Бұның алдағы уақытта нақтысын білетін боламыз. Соңына дейін тыңдағандарыңызға көп рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.